Тұтындырдым дедіңіз, соны біраз айтып бересің ба болған жағдайларын? Иә, айтайын. Қараңыз, мен өзіңізге айтқандай, мен мамам больницада жатыр дедім, январьдан бастап, январьда 2 рет жүрегіне стенд қойылды, коронография. Бірақ жүректің соншалықты неғаны өкпеде су болғандықтан жүрек әлсіреп кетті. Не аламайшы. Содан кейін олар айтты ғой, пневмония өкпеге суық деген деп, бұл кісілер вообще негізінде жүрекпен емдемей, басында өкпені емдейміз деп больницаға жатқызып қойды. И больницада жатып, ол инфаркт алды ғой. Сол кезде жаңағы жүрекке келіп тұрған тамырдың біреуі 95%-ға жабылып тұр, біреуі 80%-ға жабылып тұрған. Соны экстрена больницадан шығардық та, біз басқа больницаға, жүрек больницаға апарып жатқызып, сол жерден стенд қойғыздық. Стенд коронография жасап. Ол жерде жатып, жаңағы не қылды да айтты, бәрібір сол кезде де өкпеде су тұр. Любой выпискамызда, біздің қағазымыздың бәрінде өкпедегі УЗИ-де суды көрсетіп тұршы, кетпей жатыр деп. Өкпеге су не қылды деп. Мен сол кезде сізден енді больницадан шығып атқан кезде сұрадым, біздің өніміне не берсем болады деп. Сіз маған мынаны айттыңыз, осыны ақырындап бере бер деп. Мен алдым, бердім. Беріп жатыр мынаны біреуден, мынаны біреуін 2-ге бөліп беріп. Мені әлі шығып жатыр, таусылып өткенде 13-інде келіп алып кеттім, тамыры шығып жатыр. Бұнышы, и мен осыны беріп жүріп, 2 аптадан кейін қараңыз, бізге УЗИ жасауымыз керек қой. 25-інде, 2-ші айдың 25-інде біз жасадық. 2 өкпеде де су мінекей. Біреуінде 728, біреуінде 399 деп тұр. Бірақ осының алдында 1 апта бұрын кардиологияның өзінде УЗИ жасағанда бір жағында 740, бір жағында 300 деп тұрған. Мына біреу сол ғой, бұрынғы алды. Ол кардиологияның өзінде. Акемеліңіз. Жоқ, ол өзінде, мына қағаздың өзінде. Мына выпискадашы, мынаның өзінде солай көрсетіп тұр. Ең соң қарағанда. УЗИ жасадық қой. УЗИ плевральный дегенде мынауынікі. И осы УЗИдан кейінгі екінші жасатқан УЗИіміз мынау болды. И осыны неғып жатыр, мен кардицепс қостым ғой. Мынаны көргеннен кейін су азаймай жатыр дегенде кардицепс алып кеттім мен. Келдім да шы. Ертеңіне келіп кардицепс алдым, сөйттім да, бізде бұл жерде жоқ. Кардицепсті 3 күн мен 2 уақыт бір-бірден беріп аттым. Содан кейін қостым. Қазір 2 уақыт 2-2-ден ішіп жатыр, әлі ішіп жатыр, таусылған жоқ, ол ішеді ғой. Мінекей 25-інде түстік, мінекей 11-інде, осы айдың 11-інде түстік, өкпеде су жоқ деп тұр. Ойбай, керемет. Жарайды. Тезірек сауық кетсін мамаңыз. Өте рахмет. қиналды ғой, ой, қандай.